Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай мектепке арналған бантик жасайтын боламыз. Өте көлемді, әрі жасау жолы өте оңай. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Мен бәрін алдын ала кесіп дайындап алдым. Яғни бізге мен атласына лентадан жасайтын боламын. Ені бізде 4 см. Мінекей. 4 см болады. Ал ұзындығы бізде 15 см болады. Мінекей. Ұзындығы 15 см. 15 см. Бізге осындайдан 5 штук, 5, 5, 3, 1 керек болады. Яғни осындай бантик жасау үшін. Біздің мінекей астыңғы рядтан 5, одан кейінгісі 5, одан кейінгісі 3, және үстіне соңғысы 1 болады. Бізге оған және оны әсемдеу үшін бізге осындай полу жемчуг керек болады. Және мен бәрін алдын ала дайындап алдым. Резинка және фетріміз. Резинкамызды қондыруға. Және зажигалка, пистолет клей керек болады, және ине жіп керек болады бізге. Яғни ендеше бастайық. Ең алдымен 5 рядтан бастаймыз. Жан-жақтарын бәрін осылай зажигалкамен келтіріп аласыздар. Енді осыны біз тігеміз. Жіпке жинадық. Енді жиырамыз және соңғысымен байлаймыз. Ең біріншісінде бізде ортасында кішкене ашық дөңгелекше қалу керек. Қатты қыспаймыз. Бізде осындай арасы ашық, осындай дөңгелекше қалу керек. Енді қайшымен қиып тастаймыз артығын. Міне айтқанымдай, бізде осындай міне ашық болу керек. Және дұрыстап аласыздар. Міне көрдіңіздер, арасы бізде осындай ашық қалу керек. Дәл осылай екіншісін тігеміз. Лентамызды тіккенде де қараңыздар, үстінен бастап тігеміз осылай. Бәрін осылай қайталаймыз үстінен. Астынан алмаймыз міне. Міне қайтадан үстінен аламыз. Бүкіл лентамызды осы үстінен алып тігетін боламыз. Осыған беріңіздер. Бесеуін тіктім. Енді бізде керісінше екінші рядымызда мынандай бізде орын қалмау керек. Яғни қысатын боламыз. Біріншісі бізде ашық болса, екіншісінде ондай орын қалмайды. Қысып тастаймыз. Осылай қысып тігіп тастаймыз. Видео қысқа әрі нұсқа болсын деп алдын ала бәрін мен тігіп қойдым. Міне қазір ғана тігіп алдым. Біріншісін айттым, ашық болу керек. Екіншісін міне кәдімгідей тігіп аламыз, ортасын қысып. Үшінші рядымыз 3, соңғысы міне 1 тігіп аламыз осылай. Енді осының бәрін біз жинақтайтын боламыз. Міне алдын ала фетрімді дайындап алдым. Осыған резинкамызды қадаймыз. Енді міне бантигімізге арналған колечко яғни сақина дайындаймыз. Кесіп алдым. Осының ортасына резинкамызды қадайтын боламыз. Кішкене қысып ұстап тұрамыз. Мынандай екі лента дайындадым осындай. Оны да кішкене сенімдірек болу үшін осылай қадайтын боламын. Осылай жабыстырамыз сақинаны. Екі кесілген жеріне. Өстіп жабыстырып аламын. Қатты қысып жібереміз. Енді осы артықтарымызды біз істейміз, қиып тастаймыз. Жабыстырамыз. Клейді молынан құямыз. Енді осы гүлімізге жабыстыратын боламыз. Осылай жабыстырамыз. Кері қаратып, араларына осылай жабыстырамыз. Әрқайсысына кіріп, өзімізге сенімді болу үшін жабыстырып шығамыз. Осылай ашылып жатыр, осының бәрін осындай дұрыс жабысу үшін. Енді екінші рядымызды жасаймыз. Ортасына клейді дұрыстап аямай құйыңыздар. Лентамызды. Мынау лентамыз әрқайсысы мына рядтан шығу керек, мынау осылай тұру керек бізде. Яғни бізде бүйтіп тұру керек бұл. Мінекей бізде екі бантиктің ортасынан шығу керек, әрқайсысы арасынан. Қатты қысамыз. Енді ортасына үшеуін жауыстырамыз. Түйілген жерін осы жерге бүйтіп жабыстырамыз. Бұның да арасын қысамыз. Яғни басамыз қатты. Енді осының бәрін біз тасымызбен әсемдейміз. Тасымызбен әрлеп шығамыз осылай. Мінекей, полу жемчугпен әсемдеп шықтық. Қарапайым ғана лентадан осындай әп-әдемі мектепке арналған бізде бантигіміз дайын болды. Менде осы ақ фетр болған жоқ, бар фетрмен осылай жасадым. Бірақ қандай әдемі көрінеді. Осындай ғана қарапайым лентадан осындай пышный
көлемді әдемі бантик жасауға болады өз қолдарыңызбен. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар үлкен рахмет.